Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен Бандост арнасы. Достар, арнада ұзақ уақыттан бері мансаптық видео шықпай кетті. Енді біз қайтадан мансаптық видеоны жалғастыратын боламыз. Және ол мансап бізде Қазақстан ұлттық құрамасының үздік ойыншыларының бірі және жақында ғана Данияға кеткен Рамазан Оразовқа арналады. Рамазан Ақтөбе сапынан кетіп, осы жақында ғана Silkeborg клубына қосылған болатын. Қазір оның жасы 25-те және оған берілген рейтинг 68. Менің ойымша жақсы рейтинг және осы рейтингпен алда өте керемет жетістіктерге жетуге болады. Рамазанның алғашқы ойыны Виган атты клубқа қарсы екен. Әрине бұл жолдастық кездесулер. Қазір біз ойынның алдында кішкене параметрлерді дұрыстап жіберетін боламыз. Міне дұрыс, 4 минут және мировой класс. Әзірге бүгінгі видеода енді мировой класста ойнайтын боламыз. Егер жақсы нәтиже көрсетіп жатсақ, енді қиындататын боламыз. Қазір біз Рамазанмен ойнайтын боламыз және ойынға кеттік. Қазір бастайтын боламыз. Рамазан 60 минутта алаңға қосылды. Әрі қарай 30 минут қалды. Сол 30 минуттың ішінде нәтижелі іспен көзге түсуге тырысатын боламыз. Оразов қазір алаң ортасында келе жатыр. Бір ойыншыдан алдап өтті, екі ойыншыны алдады. Міне қазір 3 ойыншыдан өтті де керемет пас берді. Енді алға қарай жүгіріп келе жатыр соққы, бірақ бұл соққыны қақпашы оңай тосып алды. Өкінішке орай бұрыштама сәтсіз болды және подкат аламыз. Бұл жерде ереже бұзылды. Мен бірақ допқа салған секілді едім. Жарайды. Енді ереже бұзылды дейді төреші. Төрешінің шешіміне қарсы келе алмаймыз. Қарбалас шабуыл, енді осы шабуылды дұрыстап пайдалану қажетпіз деп отырып топтан айырылып қалдық. Жоқ, қайтадан тартып алдық. Міне енді қазір алдаймыз осылай және пас бере алмай алдық. Бірақ доп әлі өзімізде. Енді пас сұраймыз да командаласымызға пас береміз және ол соққы жасады, бірақ рикошетпен ойыншыға тиіп, қазір бұрыштама. Енді сол бұрыштаманы дұрыстап пайдалану қажет. Есеп әлі де 0-0. Жеңіске жету үшін ғой әрине бәрі. Қазір шығарды, бірақ сәтсіз. Дәл қақпашы допты қолына тосып алды. Осы мүмкіндікті пайдалану қажет, бірақ ойыншының бетіне тиіп, қазір бұрыштама добы орнын алады және қазір бұрыштамада өзімізге пас сұраймыз да басқа ойыншыға пас береміз. Және доп қазір бізде, соққы жасауға тырысамыз, бірақ тым қисық. Осылайша алғашқы ойын аяқталды. Бұл Рамазанның Silkeborg'тағы дебюті еді. Бұлай нашар ойын көрсеткен жоқ. 8 рейтингіне ие болды. Тек нәтижелі іспен көзге түсе алмады. Келесі ойындарда міндетті түрде түседі деген ойдамын. Кезекті жолдастық ойын және бұл ойынға Рамазан негізгі құрамда шығатын болады. Бұл Рамазан үшін үлкен өте керемет мүмкіндік. Енді кеттік ойынға кіретін боламыз. Қазір ашыламызда пас сұраймыз және міне ашық келе жатыр бір ойыншы, оған пас береміз, бірақ ол өкінішке орай офсайд. Міне осылай ашыламыз, енді алға жалғыз жүгіріп беретін боламыз. Қазір артқа тартамыз да осылай соққы жасаймыз. Керемет сейф жасады қақпашы. Енді қазір бізде бұрыштама добы орын алады. Қазір командаласымыз шығаратын болады, ал біз енді оны алыстан бақылайтын боламыз. Не дегенмен жартылай қорғаушымыз және бұл бұрыштамада өте сәтсіз болды. Қақпашының қолынан табылды. Енді қазір осылай барынша допты өз иелігімізге алуға тырысамыз және доп қазір бізде. Осылай бір ойыншыны алдадық, екі ойыншыны алдадық және соққы, ол соққыны қақпашы оңайлықпен тосып алды. Керемет пас берді командаласымыз. Енді бізге керемет мүмкіндік ашылды. Осылай бір ойыншыны алдаймыз және пас береміз және қайтадан пас сұрап алайық өзімізге. Осылай керемет, міне осылай комбинациямен ойын көрсетіп жатыр. Соққы жасаймыз, бірақ ойыншының қазір пенальти қолына тиді. Қазір бейне қайталаудан қалай тиді соны анықтайтын боламыз. Міне осы жерде қазір Оразов соққы жасады және соққыда қолына тигені білінбейді шыны керек. Енді тиді дегесін тиген және командаласымыз қазір пенальти тебетін болады. Гол сала ма бірге бақылайық және соққы гол. Есеп 0-1. Рамазанның арқасында есеп ашылды. Өйткені ол пенальтиді бізге жасап берген болатын және оның командаласы осылай керемет пенальтиде соқты. Бірінші тайм аяқталды. Есеп 0-1. Әзірге Silkeborg клубы жеңіске жетуде. Өте тамаша. Өзімізге пас сұраймыз. Алдымызда бірақ ойыншы, соны өтсек бос кеңістік, бірақ өте алмадық.
доп әлі өзімізде, қайтадан допты тартып алдық. Енді осы ойыншыдан өту қазір бізге қиынға соғуда, сондықтан пас бере салайық, сонымыз жөн. Және қазір қайтадан ашылатын боламыз. Осылай, бірақ өкінішке орай бізді қорғаушы керемет тосып алып, шабуыл жасауға мүмкіншілік бермеді. Қазір енді керісінше олардың шабуылы қазір барынша біздің қорғаушылар сақ ойнау қажет, және өзімізде ортадан түсетін боламыз сәл. Және бұлар қазір біздің алаңға кіріп кетті. Қазір қауіпті өте. Міне керемет қылып допты біздің ойыншылар қайтадан тартып алды. Енді біздің шабуыл бірден алға жүгіретін боламыз. Және міне осылай бір ойыншыны, екі ойыншыны да алдап өттік. Енді қазір алдымызда осы ешкім жоқ. Қазір пас берсек болады. Керемет пас және соққы. Қалай сала алмай қалды. Қақпашымен бірге келіп сала алмай қалды. Ал Рамазан болса керемет оған пас шығарып беріп еді. Енді қазір бұрыштама. Енді осы бұрыштаманы дұрыстап пайдаланайық. Доп қазір өзімізде соққы жасаймыз, бірақ ойыншының бетіне тиіп, олар шабуылды қазір құтқарып қалды. Бірақ доп әлі өзімізде, сондықтан шабуыл жасай бере аламыз деп айтып атқанда Рамазан доптан айырылып қалды. Топ Рамазанда бір ойыншыны керемет алдап өтті. Енді алдымызда командаласымыз ашық келе жатыр, бірге бір қақпашымен және соққы. Екінші рет Рамазан керемет пас шығарып беріп еді, бірақ тағы да пайдалана алмады. Енді қайтадан бұрыштама, енді бұрыштаманы пайдалану қажетпіз. Қазір Рамазан тағы да доптан айырылды. Қазір қарсыластарымыздың шабуылы, енді оларға соққы жасауға мүмкіншілік бермеу қажет, және өзіміз атсалысатын боламыз қорғанысқа, бірақ түк бітіре алмадық және соққы жасап есепті өкінішке орай теңестіріп кетті 85-ші минутта. Енді алда 5 минут бар, сол 5 минуттың ішінде қайтадан гол соғуға тырысатын боламыз. Кеттік ендеше шабуылға. Енді керемет пас берді. Енді осы ойыншыны алдау қажет. Одан өттік, соққы жасауға тырысамыз. Соққы! Бірақ допты қақпадан сақтап қалды және қайтадан шабуылға көшеміз және ашыламызда соққы жасаймыз. Соққы! Керемет! Рамазан есепті 1-2-ге жеткізді. Міне қараңыздар, қазір Рамазан жеңіс голын соқты. Қақпашымен бірге шығып, соққы жасап есепті 1-2-ге жеткізді. Міне тамаша. Қазір Рамазан одан алдында керемет мүмкіндіктері болды, бірақ тек қана осы 90-шы минутта сол мүмкіндігін голға айналдырып бізге жеңісті сыйлады десек те болады. Қазір енді 1-2 минут қана шыдасақ болды. Қазір жеңіс қолда. Қазір енді бәріміз қорғанысқа түсетін боламыз. 2 ғана минут қосты. Енді бұл 2 минут лезде өтіп кетеді. Және міне қазір допты алып алды біздің командаластарымыз. Енді пас сұраймыз және ойын аяқталды. Есеп 1-2. Керемет. Әрине бізге алғашында 1-1 қылып теңестіріп кеткен еді. Біз қайтадан 2-1 қылып осылайша керемет жеңісті алып кеттік. Әрине алғашқы голға да Рамазанның қатысы болды. Пенальтиде өзі жасап берген болатын және екінші голда өзі соғып ойынның үздігі атанды. Жолдастық кездесулер аяқталды. Енді алда Дания чемпионаты күтіп отыр. Қазір Оразов сол Дания чемпионатында өнер көрсетеді. Міне қазір бізде бапкердің көмекшісі бізге негізгі құрамда іліп кетті. Енді ойыншылар қазір анықтайтын болады кімнің негізгі құрамда екенін, және бәріне қызық кімнің шыққаны алғашқы турға. Бұл ойыншы өкінішке орай негізгі құрамда жоқ екен. Рамазан да осы негізгі құрамда көруге келе жатыр, және Рамазан бұл спискта бар ма көрейік. Және бар, 20-шы номердегі Оразов алғашқы ойынна негізгі құрамнан шығатын болады. Қазір керемет допты тартып алды. Енді осылай командаласымыздан пассы сұраймыз және допты қайтадан тартып алдық. Осылайша енді беймарал жүгіре беретін боламыз. Алдымызда ешкім жоқ, соққы жасаймыз және гол. Рамазан Оразов дебюттік ойында алғашқы голын соқты және небәрі 6-шы минутта міне бейне қайталауды қарайық. Осылай жай ғана соққы жасай салды. Алдында ешкім жоқ және артында екі ойыншы оған жете алмады. Соққы жасай салды, гол. Міне керемет талант, керемет ойыншы екенін тағы бір дәлелдеді. Міне қазір біздің шабуыл, ашыламыз. Алдымызда ешкім жоқ, соққы жасаймыз, бірақ әлсіздеу болды. Оны қақпашы оңайлықпен тосып алды.
Алдымызда бір ғана ойыншы және алдап өттік. Қазір пас береміз осы ойыншыға және қайтадан ашыламыз. Соққы жасауға болады. Соққы, бірақ қақпашы оны өкінішке орай тіреп қалды. Енді қазір бұрыштама добы, көрейік қалай оны пайдалана алады. Және доп қазір өкінішке орай қарсылас командада бұл бұрыштаманы дұрысынан пайдалана алмады қайтадан. Ой, қазір олар керемет шабуылды ұйымдастырып жатыр және бұл жерде соққы жасатпау қажет. Ай. Өкінішке орай соңғы минуттарда бірінші дайым аяқтар сәтте олар голды соғып кетті. Білмеймін қалай босансып қалды ма команда, оңайлықпен осылайша гол соғуға мүмкіншілік беріп қойды. Ана ойыншы көріп тұрсыздар, қателік жасап қойды. Соның кесірінен гол кіріп кетті десек те болады және есеп 1-1. Өкінішке орай бірінші тайым осылайша аяқталды. Рамазан алға қарай жүгіріп келе жатыр және оған қарсы ереже бұзылды. Ешқандай карточка көрсетілмеді, бірақ әрине қазір біздің пайдамызға және пас сұрайтын боламыз. Және осылай бір ойыншыны алдап өтті. Керемет және соққы, бірақ тағы да қақпашы оны өкінішке орай тіреп қалды. Допты тез тартып алуға жетпіз, керемет, міне допты тартып алдық бұл жолы және пасты сұрадық, ашылдық. Енді алға қарай жүгіре беретін боламыз, себебі алдымызда ешкім жоқ, пас беретін де ешкім жоқ екен. Доптан айырылдық және соққы жасауға болады. Соққы және тағы да соққы. Ой. Керемет мүмкіндік еді негізі осы қасымыздағы ойыншыға, бірақ ол да дәл сол жерден соққы жасап қойып, өкінішке орай мүмкіндікті пайдалана алмады және біз қазір қайтадан пас береміз сол ойыншыға. Соққы. Ой. Тағы да жолымыз болмады. Бұл жолы бағанаға тиді соққы. Қарсылас команда мүлдем доп бермеуде және олар біздің алаңға кіріп кетті. Соққы жасатуға мүмкіншілік бермеу қажет деп айтып жатқанда баспен соққы жасап, өкінішке орай есепті 1-2-ге жеткізді. Алда әлі бізде 7 минут бар. Сол 7 минутта кемі бір гол соғып, есепті теңестіруге тырысатын боламыз. Доп қазір бізде жоқ, бұл жерде қателік, өкінішке орай допты бермеу қажет еді ғой ана жерде және соққы, өкінішке орай есеп 1-3. Ойын аяқталды десек те болады осымен. Есеп 1-3 болып, қазір өкінішке орай жеңіліс таптық. Енді алда мүмкіншілік жоқ. 92 минут қосылған уақытта да аяқталды. Енді бұл ойында өкінішке орай 1-3 есебімен жеңіліс таптық. Алғаш болып гол соққан менде, екінші таймда қарсыластарымыз күш жинап бізге 3 голды пытырлатып соғып, жеңісті жұлып алып кетті. Енді кезекті ойын, қазір екінші тур. Бұл ойында да Рамазан негізгі құрамнан шығып отыр. Енді осы мүмкіншілікті пайдаланып, өзінің керемет ойынын қайта көрсету керек және солай негізгі құрамдағы орнын қайтадан сақтап, керісінше арттыруы қажет. Қарсылас команда мүлде мүмкіншілік бермеуде бізге допты алуға және қазір есеп 1-0. Оңай-ақ біздің қорғанысты бұзып өтіп, міне осылайша қараңыздар. Оңай өтіп кетті және соққы жасады. Сол соққы жасап есепті небәрі 10-шы минутта ашып отыр. Қараңыздар, міне. Қазір енді қайтадан теңестіруге тырысатын боламыз. Әлі 80 минут бар ғой алда. Доптан айырылды. Қазір олар қарбалас шабуылға шығуда. Керемет пас және қақпашы бұл жерде қателесті. Есеп қазір 2-0. Небәрі 20-шы минут және есеп 2-0. Қараңыздар, қалай керемет паспен ойнап жатыр және осылай бойдан іле салды және есепті олар 2-0-ге жеткізді. Егер ойын осылай жалғаса берсе, әрине жеңілетіміз анық және сондықтан да біз ойынымызды қазір жақсарту қажетпіз. Кемі қазір бір гол соғуды көздеп отырмыз және керемет алдады. Қазір ешкім жоқ екен, соққы жасаймыз өзіміз. Әттеген бұл мүмкіндікті пайдалана алмадық. Бізге бұл гол ауадай қажет еді. Тағы да олардың шабуылы, енді оларға бұл жолы мүмкіншілік бермеу керек гол соғуға және міне тамаша. Пенальти бұл жерде өкінішке орай. Бір ойыншының қолына тиді, қателеспесем, қазір қайтадан қарайық бейне қайталауды. Расында да тиіпті. Енді қақпашыға бар үмітімізді артамыз. Қақпашы қателеспеу қажет және соққы жасалды. Міне тамаша қақпашы. Керемет бізді құтқарды ойыннан. Осылай 3-0 есебі тіркелсе мүлде мүмкіншілік болмайтын еді. Ал 2-0 есебі енді
әлі мүмкіншілік бар, алда екінші тайм бар. Енді сол екінші таймда кемі теңестіруге тырысатын боламыз. Алайда қазір олардың шабуылы енді қазір міне керемет. Осылай ойнау қажет қорғаныста. Енді екінші таймда ойынды жақсартуға тырысатын боламыз. Қателеспеу қажет және тағы ой соқ. Қалайша бұлай оңайлықпен гол соғуға мүмкіншілік берді біздің қорғаушылар. Есеп 3-0 қазір. Ой, не деген ұят есеп тіркеліп жатыр қазір. Кемі бір гол салайықшы бізге, соның өзі қазір арман болып кетті ғой. Тіпті шабуыл жасай алмай жатыр қой. Міне командаласымыз қазір пас береміз. Осылай енді қазір ашылды. Енді пас беруге мүмкіншіліктері бар, соққы жасай алмады өкінішке орай. Осылайша қайтадан шабуылымыз аяқталды. Топты артқа берді және бұл ойыншыны жабу қажет. Ой, неткен пас бұл. Соққы, есеп 4-0. Не деген ойын бұл. Қазір біздің жігіттер білмеймін бұл ойынға қандай мотивациямен шықты. 4-0 есебі тіркелді. Жеңіске деген мүмкіншілік вообще 0. Қазір енді кемі гол салуға тырысатын боламыз. Кемі бір гол салсақ, соның өзі бұл ойынға жеткілікті секілді. Қазір тағы да олар шабуылда. Міне қазір олар өте керемет бастасып ойнап жатыр. Мықты команда екені көрініп тұр. Көріп тұрғандарыңыздай біздің қорғаушылар мүлдем олардан допты тартып ала алмай жатыр. Олар оп-оңай біздің алаңға кіріп жатыр. Енді ана ойыншы қателесіп қалды. Доп қазір бізде болғанмен де командаласымыз доптан айырылды. Қазір осылайша алаң сыртынан ойында бастайтын болады. Доп әлі оларда. Керемет тартып алдық. Жоқ, допты тартып алып қайттан айырылып отырмыз. Қазір 89-шы минут, мүлдем мүмкіншілік жоқ әрине. Қазір олардың енді соңғы шабуылы 90+1 және осылайша есеп 4-0-мен аяқталатын шығар деп ойлап отырмын. Енді қазір олардың соңғы шабуылы, қазір қақпашыда доп, енді қақпашы есеп 5-0. Қақпашының қателігінен қазір 5-ші гол соғылып отыр. Не деген қателік бұл деген. Ой. Болды уже, бітті ғой, осылайша ұят болды ғой мынау. Не ойын өзі. 5-0 есебі тіркелді. Ой, масқара болып отылдық. Енді білмеймін, айтарға сөзім жоқ. Есеп 5-0. Негізі Рамазан керемет ойын өткізді десек те болады. Керемет болғанда нормальный ойын ойнады бұл жолы. Бұндай жеңіліске лайық болмады, шыны керек. Енді жарайды, команда болғандықтан бұндай ойындар болады. Енді келесі ойында бар күшімізбен жеңіске жетуге тырысатын боламыз. Келесі ойын өзімізбен деңгейлес клуб, екі ойында да оларда жеңіліс тапқан. Енді хотя бы осы клубтан ұпай алайықшы. Қазір керемет ойын өрнегін көрсетуге тырысатын боламыз. Ал ендеше ойынға кеттік. Алға қарай жүгіре беретін боламыз және қазір алдымыз ашық, артқа тартамыз да соққы жасаймыз, бірақ соққы сәтсіз. Пасқа ашыламыз және бір ойыншыны алдаймыз да соққы жасаймыз және қақпашы керемет сейф жасады. Қазір бұрыштама. Біз әдеттегідей бұрыштаманы пайдалана алмаймыз бекен, әлде бұл жолы пайдалана аламыз ба? Доп қазір бізде. Енді осы ойыншыға пас берейік. Және қазір қайтсек болады, алдымызда осы ойыншы ғана ашық, қалғандары бір ойыншыдан шабып алған және біз қазір офсайдтамыз. Доп қазір қарсылас командада және соққы жасады, қақпашы керемет сейф жасады, біздің өте тамаша және тағы да соққы, бұл жолы енді бақанаға тиді, өте біздің жолымыз болды десек те болады. Әрине білмеймін неліктен бұлай ойын көрсетіп жатыр. Енді екінші таймда керемет ойын өрнегін көрсетуге тырысамыз әрине. Енді көрейік екінші таймда қандай есеп тіркелетінін. Міне осылай пас сұраймыз және пас беріп өзіміз қайтадан ашылып пасты сұрадық, соққы жасадық. Ой. Керемет гол соғып тастады Оразов. Міне қазір бейне қайталаудан қарайық. 62-ші минутта есепті ашты. Міне допта алды да бірден соққы жасады бір Касанямен және бұл жерде керемет гол соқты. Бұл жерге енді бұл соққыға қақпашының қолы жетпеді және міне билеп осылайша көңіл көтерді. Рамазан өзінің екінші голын соғып отыр. Қателеспесем өзі Дания чемпионатындағы. Енді әрине осы есепті сақтап жеңісті алуға барынша тырысатын боламыз. Топ қазір Оразовта. Енді Оразов алға қарай жүгіріп келе жатыр. Ашық ойыншыны көрді және пас берді. Неткен соққы болды бұл.
жарайды, енді тағы бір шабуылымыз сәтсіз болды. Алдымызда қазір бір ойыншы, оны керемет қылып алдап өттік. Енді пас беруге тырысатын боламыз. Пас бердік. Соққы, әттеген-ай, қақпашы бұл допты да тосып алды. Қазір доптан өкінішке орай айырылып қалдық. 90-шы минут, доп қазір бізде. Енді осы соңғы шабуыл шығар. Осы мүмкіндікті голға айналдырсақ және біз жеңіске жетеміз. Гол. Міне, керемет ойын өрнегін тағы да Рамазан көрсетті. Осылайша Рамазан 2 голды соғып, Silkeborg клубына жеңісті сыйлады. Қазір бейне қайталауын қарайық, егер бізге көрсетсе, міне командаластары бәрі қуануда, міне жанкүйерлер осылай келді және осылай соққы жасай салды оңайлықпен. Есепті солай 2-0-ге жеткізді. Ойын аяқталды. Есеп 2-0. Silkeborg клубы Дания чемпионатындағы алғашқы жеңісіне қол жеткізді. Өте тамаша. Қазір оларда 3 ойыннан кейін 3 ұпай бар. Қазір енді осы Рамазан Оразов ойынның үздік ойыншысы атанды және бұл бапкердің көмекшісі қазір бізге жақсы ойын көрсеттің деп жатыр. Осы қалпынан тайма дейді. Қазір міне енді саған қазір сенімен сөйлескісі келіп отыр дейді. Енді қазір Рамазан алғашқы рет Данияның Silkeborg клубының атынан қазір сұхбат беруде. Өте тамаша. Міне достар, қазір Silkeborg клубы 3 ұпаймен 9-шы орында тұр. Өте әзірге былай нормально секілді. Тағы да жеңістерге жетіп жатсақ, әрине плей-оффқа өтетімізге сенімдімін. Қазір енді Рамазан Оразовтың статистикасын қарап жіберейік. 3 ойында 3 рет гол соғып, 1 құрғақ ойын өткізген. Я достар, видео осымен аяқталды. Келесі бөлімін күтсеңіздер, пікір қалдырып, лайктарыңызды қалдырып кетіңіздер. Ендеше сау саламатта болыңыздар.